Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекзат Про және достар, мен қазір Дидан телефонда ойнап отырмын. Достар, бүгін мен сіздерге морф мод, яғни жануарларға айналатын модты көрсетемін. Ал енді кеттік. Ол үшін достар, біз хром немесе кешегі видеода бірінші модты қалай ататындай интернеттен таба саламыз. Біз жазамыз мұнда скачать мод на морф дейміз, перейти дегенді басамыз. Сол кезде достар мынандай шығады. Осы және осындай болады. Сіздер мынаяқтарды оқып біліп алсаңыздар болады. Ал енді сосын былай жүреміз. Көріп, өзіміз стопқа қойып. Одан кейін біз бірінші тұрған мынаны басамыз. Қазір көрсетейін. Мінекей достар, мына бір бәлені біз басамыз. Я достар, оны сіздер басасыздар. Бір рет скачать деген басасыз. Одан кейін скачать бесплатно деген шығады. Мен қазір тартпаймын, өйткені менде ондай мод бар. Қазір біз бірден резко Майнкрафтқа кіргіземіз. Достар, ол кезде не істейміз? Ол кезде не істейміз ғой, достар? Кіреміз, скачать бесплатно дегенді басамыз. Одан кейін не істейміз? Мінекей. Ал қазір оны қалай алу керек екенін көрсетемін, достар. Мінекей, ол үшін жаңағыдай верстаққа не істеп алсақ та болады, немесе команда жазбасам да болады. Екі түрі бар да енді. Ол үшін бізге золото және алмаз және желез эндер перл керек. Ал анаған қателеспесем песок душ керек, песок душ. Мен кішкене ұмытқан. Енді бастаймыз. Кіреміз оған. Одан кейін осының екі шетіне өсіп қоямыз. Мұнда мынаны қоямыз. Бір бәлені. Мұнда мынаны қоямыз және бәрін істеп болсаң, осын істемей қалғанымды айтсай. Қайта керек болсын бүйтіп қоямыз. Одан кейін мұнда мұнда қоямыз және мұнда. Мінекей, осындай жақ шығады. Ал екіншісінде қателеспесем. Так, өстіп. Одан кейін қандай екенін білмейтім. Бүйтіп және өстіп ба? Жоқ, достар, қазір қарап алайын. Одан кейін мен қарап алдым. Ол үшін бір палка керек екен, ағаш кәдімгі. Қазір ағаш істеп аламыз. Біз ағашты. Қайда ағашпыз? Так. Палканы таптық. Кіреміз. Және жаңағыдай осылай және осылай. Достар, мен қазір гейммод режимінде істеп жатырмын. Сіздер выживанияда істесеңіздер болады. Енді өздеріңіздің қараңыз. Мінекей плеер тотем деген шығады. Біз онымен кімге айнала аламыз? Біз бұмен қателеспесем сиырдың баласын айнала алмаймыз, сиырға айнала аламыз. Достар, тағы бір бәлені көрсетейін. Мұнда морф деген шығады. Морф дегенді басамыз, және біз тауықпыз. Сенбейсіздер ме? Мен де тауық. От твоего лицадан да ойнап көрсетемін. Міне тауықсың. Беріп. Сіздер өйстіп ойнап алсаңыздар болады. Немесе тамаша түсіріп алсаңыздар болады бұл менде. Достар, енді біз кеттік. Осы егер адамға айналғаныңыз келсе, осы тотемді жасайсыз болды. Так, аяғында мен мынандай верстачогым. Верстачок сындырамыз. Қойға да айнала аламыз. Жетілге де айнала аламыз. Зомбиға да. Көп адамға айнала аламыз. Так, зомбиді қояйық енді. Зомби, зомбак. Мінекей.
Мен зомбимін. Жанып атым. Достар, время түн қойып қояйық. Одан кейін біз жанбаймыз, және де біз жанбақпыз. Марки. Және достар, дәл солай. Біз тіпті скелетпіз. Тіпті крипперға да, бірақ ол өте қиын болады. Ал егер жаралғыңыз келсе өйстіп қояды. Білмеймін, короче, жаралудың жолын. Или мынаны алар тұрасың да. Қалай жанбайтын алар? Адам ба? Жоқ, адам емес. Короче, криппер. Плеер совсем тастаймыз. Ор. Мә, көзімнен бір жарып. Айпы. Bedrock Edition, Minecraft bu Bedrock Edition deseniz. Dostlar, bu Minecraft'ın 1.16 versiяларына ғана істейді. Ендеше достар, видео ұнаған болса лайк басыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Маған сіздердің қолдауларыңыз қатты керек. Сол кезде мен видео түсіруге ынтам болады дегендей, сөйтемін достар. Ендеше кеттік. Сау болыңыздар.